бастадық. Өмір деген аяқталмайтын бір ұзақ керуен. Сол керуенде жүрген адамдардың бәрі жолаушы. Мен де сондай жолаушылардың білімін. Құдайға тәуба. Талай қиындықты да, талай жақсылықты да бастан кешіріп, бүгінгі жақсы заманға жеттік. Кезінде бабаларымыз, хандарымыз, билеріміз, шешендеріміз, көсемдеріміз армандаған, бірақ жете алмаған тәуелсіздікке жеттік. Тәуелсіздікте біздің ұтқанымыз да аз болған жоқ, ұтылғанымыз да аз емес. Біздің ұтқанымыз тарихымыз түгенделді. Бізге көзімізден ғайып бола жаздаған салт, дәстүр, әдет ғұрпымыз қайтып келді. Осының бәріне біз шүкіршілік қыламыз. Ал ұтылғанымыз да аз болған жоқ. Біз бәрібір қанша заң қабылдағанменен қазақ тілі әлі осы күнге дейін өзінің биік деңгейлі төріне шыға алмай келе жатыр. Онсыз қазір қазақтың кейде отырып қараймыз ғой, теледидарды қараймыз, концерттерді тыңдаймыз. Сонда қазақтың тамылжып тұрған, жаныңа рахат сезім бөлейтұғын қазақтың әдемі арғақты әндері өзінің жүрісінен жаңала бастады. Өкінішті. Енді осы күні байқап отырсаң, бұрын мәселен ірі мемлекет қайраткерлері, аса ірі ғалымдар, ұлы ғалымдар, солар тұлғалар еді. Осы күні әртістер, әншілер тұлғаға айналып бара жатыр. Мен оны қызғанып отқаным жоқ, бола берсін, бірақ жалпы әр нәрсенің өзінің жөлі болады. Қазір мұна байқап отырсаң, қазір өмірді көрмеген, білмеген, әлі өмірдің өткелдерінен өтпеген, елінің тарихында, мәдениетінде, тілінде, әдет ғұрпында, салт дәстүрінде біле бермейтін билікке жастар келіп жатыр. Жастардың келгеніне қуанамыз, бірақ солар пісіп жетіліп келсе екен, оң терісін танып келсе екен, халқының қамқоршысы болса екен деп тілейміз біз. Енді мен жаңа айттым ғой, бізде жолаушымыз бәріміз деп. Осы жолда мен де талай өткелден, талай көпірден, талай қиындықтан өттім, Құдайға тәуба. Менің көргенім халықтың көргені. Біз халықпен бірге не көрсек те бірге көріп келе жатырмыз. Менің бағымды жандырған о кездегі қазақтың маңдайындағы жалғыз университет Қазақстанның, оның өзде Сергей Миронович Киров атымен аталатын мемлекеттік университет, әрине ол кезде Абайдың атыменен, Фарабидің атымен аталмайтын еді. Сол университетті бітіргенім, келіп оқуға түскенім. Сонда оқуға түсіп көзім ашылды. Талай ғұламалардан тәлім алдық, лекциясын тыңдадық. Солардың ішінде қазақтың аса көрнекті қайраткерлері Мұхтар Әуезов, Бейсенбай Кенжебаев, Зейнолла Қабдолов, Әлкей Марғұлан, осы секілді ағаларым болды, сабақ берген. Біздің кафедраны біраз жылдар Бейсекең басқарды. Оның алдында біз оқу бітіретін жылдары, университет бітіретін жылдары Сармурзина, Мастура Қайсағыз дейтін апамыз басқарды. Ақылды адам еді, жарқылдаған, оттай жанған өзі қазақ қызының сондай әдемілерінің бірі еді. Соғыс кафедра басқарып жүргенде мен университет бітірдім. 5-ші курста диплом жұмысын драматургиядан жаздым. Драматургиядан.
Оған біз үлкен дайындықпен келдік, себебі бізге не деген бақыт, бізге біз енді мәселен цицерондарды көргеніміз жоқ, бірақ біздің үлкен бағымыз, біз Әуезовті көрдік, Марғұланды көрдік, осындай кісілерден тәлім тәрбие алдық. Сол мен университетте оқып жүргенде біздің курсқа 3 жыл қатарынан халқымыздың айбары, асылы, ақылы, данасы Мұхтар Әуезов аға 3 жыл сабақ берді. Бізде бірінші курста қазақ халқының ауыз әдебиетінен, екінші курстың бірінші семестрінде абай танудан арнайы курс, екінші семестрінде Манас танудан арнайы курс, үшінші курста СТРО-дағы халықтарының әдебиет дейтін курстан сабақ берді. Телегей теңіз еді, жарықтық. Білмейтіні жоқ еді. Біз енді шын мәнінде осындай кемеңгерді көргенімізге, осындай кемеңгерден тәлім алғанымызға өзімізді бақыттымыз деп есептейміз. Оның бір жағында мен Мұқаңды жаңағы мен айтқан Мәскен апай, Мастура Ғайсақызы кафедра басқарды. Ол кісінің әкесі ол кезде пенсияға шығып, осы Алматыға көшіп келген кез еді. Одан бұрын 25 жыл мен туған Жамбыл облысында ол кісі Еңбек туы дейтін облыстық газетті басқарған адам. Сыйлы адам еді ол кісі, сондай белгілі адам еді халыққа. Сол кісі көшіп келгеннен кейін біз енді сол кезде көшіп келген соң көп ұзамай Ғайсағаның үйіндегі апамыз қайтыс болды. Сол Ғайсағаның үйіндегі апай қайтыс болғанда менің жұбайым Мария аяғынан тік тұрып жаңағы кухняда қызмет жасады. Мен де келген кеткен кісілерге қызмет жасап сол үйде болдық. Сонан кейін осы Ғайсағамен мен бірге туғандай өзінің мені туған інісіндей көріп жақын болып кеттік. Мен Ғайсекеңнің үйінде Мұқаң талай рет көрдім. Екеуі карта ойнайтын, отырып алып. Екеуден екеу, үшінші қол деп, Мырқымбайдың қол деп, үшінші қол тастап қоятын. Біз ол кезде жаспыз, картамен ісіміз жоқ. Сонда кейде ойнап отырып артық сөз шығып кетіп қалады ғой. Құлағым тосып жүрем ана кісілердің сөзіне. Ана Ғайсаға ұтыла берсе картадан, Мұқа сен мен қарым түштім деп қатты айтып жібереді. Мен жаным қалмайды, ойбай мына кісі қаттырақ кетіп қалды ғой деп. Сол бір күні бір әңгіме шығып отырып, Мұқаң айтты, Абай, Ғайса сен білесің ғой, Абай өзі нені шахматты көп ойнаған ғой, жақсы ойнаған. Бір шәкірт екеуі шахмат ойнапты, ұта беріпті Абай. Сөйтсе, ана шәкірті, ой, Абай ағады ұта бердіңіз ғой деп сөйлесе керек. Сөйтсе, ой, мен о не дегенің? Шахмат деген ақылдың ойыны ол. Ақылдың ойыны. Мен ақылға сай ол келеді ол деп айтты дейді. Сон бірде ойнағанда ұтыла беріпті жаңағы. Сонда Абай ұтыла беріпті. Сонда сол жаңағы шәкірті, Абай аға ұтыла бердіңіз ғой деп айтты дейді. Сонда, ол не деген ол? Бұл шахмат деген қол бос қудың ойыны емес пе деп айтты дейді. Осындай әңгімелерін көп естуші едім жарықтылардың. Сөйтіп бізде университет бітіретін болдық. Мен университетте бітірерде диплом жұмысын Шахмет Құсайынов ағамыздың драматургиясынан қорғадым, жазып. Менің жетекшім Мәскен апай болды. Сол диплом жұмысын жазып жүргенде Мәскен апай қызын ұзатты. Осы Алматыдағы қазіргі ол кезде Қазақстан деген еді, мейманхана. Сол мейманхананың ресторанында той болды. Сол тойда отырғанда бір кезде бір алдында мен көрген жоқ едім. Сыйлы кісілердің бәрін көріп, қызмет жасап, сөйтіп, киіндіріп, шешіндіріп сөйтіп отырмыз. Бір кезде Жүсіпбек Елебеков ағамыздың дауысы шығады. Ой, мына қай жағымыздан келді деп, жан жаққа қарасам, ресторанда ол кісі жоқ. Сосын бір кезде жақындап барып қарасам, бір қаршадай бала сұмдық бір ән айтып отыр екен. Абайдан. Өзгеге көңілім тоярсың деп.
Сосын үзіліс болған кезде жаңағы балаға өзім келдім. Шырағым, атың кім? Жәнібек. Биыл мен Семей облысынан екен, биыл мен жаңа мектеп бітіріп келдім. Құда қаласа биыл осында оқуға түсем ба деймін. Бірақ сырттай түскім келеді, өйткені мен жұмыс істесем деймін деп. Сосын мен сұрадым өзінен, сен Жәнібек, сол Жәнібек Кәрменов екен. Ана Мәскен апай бәрі неден ғой сол? Ол кісілер Семейден тобықтың ішінде көтен дейтін рудан. Жәнібекте солай болу керек деп ойладым. Біз ештеңе сұрамаймыз ғой. Сонан Жәнібек, сен Жүсіпбек Елебеков болғың келе ме, сол әлде Жәнібек болғың келе ме дедім. Сөйтіп мен Жәнібек болғым келеді деді. Ал Жәнібек болсаң, шырағым, сен өз арнаңды, өзің стиліңді тап, әндет. Даусың жетіп тұр. Қалай шырқайым десең де, қалай бұрам десең де. Сосын жарайды, мен түсіндім деді. Сосын соғыны менің сол жылдары қазақ телевидениесінде, о кезде жалғыз қазақ телевидениесі. Қазақ телевидениесінде әдеби драматургия дейтін редакция болатын. Сол редакцияның о да Семейдікі. Сұлтан Оразалин дейтін, мен өзім кезінде оған сабақ бергем. Сол ініміз сол редакцияны басқаратын еді. Сөйтіп жүріп, маған айтып еді, Мырзеке, бір Айдын деген хабар ашсақ, сіз өз мына кейде хабарларға қатысып жүресіз, маған ұнайды сөйлеген сөзіңіз, соны сіз жүргізсеңіз, оның атын Айдын деп қойсақ деп. Ол Айдын бұрын елге танылмаған жастарды тұңғыш рет телеэкранға алып шығатын болды, редакция хабар болды. Сонымен келістім дағы, сонымен жүргізіп жүргем, Сұлтанға телефон соқтым. Сұлтан, ертеңіне той өткізген. Сұлтан, кеше бір ғажапты көрдім мен. Дәл қазірдің өзінде Жүсіпбек ағамыздың аузынан түсіп қалғандай, Көмекей бүлкілдеп өзі шешен екен, Жәнібек Кәрменов дейтін баланы көрдім. Маған ол бүгін жұмысыма келеді. Ал сен қарсы болмасаң, осыны тікелей бүгін эфирге шығарсақ қайтеді. Дедім, халыққа көрсетсек мына баланы. Деп, ойбай, оны дегеніңіз, жаңа айттым, ол Семейден екен деп. Оны дегеніңіз, алып шығыңыз, алып келіңіз деді. Сөйтіп оған түстен кейін алып бардым, сосын ән салды, біраз сөйледі, қатты ұнатты, риза болды да, Мырзеке, бүгін шығыңыздар экранға деп. Сөйтіп, Жәнібек Кәрменовті мен тұңғыш рет телеэкранға алып шықтым. Ел риза болып, ертеңінде көз тимесінші мына балаға, Құдайдың бір жаратқан екен бұны деп риза болып, хат жазғандар көп болды. Енді ол Айдында мен одан да бұрын ешкім танымаған жастарды шығарып жүрген, сол үшін құрылған арна еді. Оскенен Әзірбаевтың қызы Төрткенде алғаш рет сол жерде алып шықтым мен. Сонда енді қазақпыз ғой енді олар. Біреу сенеді, біреу сенбейді. Қат деген қап-қап болып қаптақ кетті Төрткеннен кейін. Ойбай, мынау шынба Кенен Әзірбаев тірі ма? Ол баяғыда сүйегі қурап қалған емес пе ол кісінің? Баяғы жаяу болса ақан серілермен, бір жандармен қатар өмір сүрген жоқ па деп. Енді қалай сендіресің халықты? Айтуға тура келді. Кейбір келесі хабарда шығып, ол осындай мына Жамбыл облысы Қордай ауданында отыр ол кісі. Өзінің ауылында Күретамыр үлкен жолдың бойында отыр. Деп, соны кейін Құда қаласа талай хабарлар жүргіздік. Сол Кененді 90 жылдығының қарсаңында осындай әңгіме көбейіп кетті. Сұлтан айтты, Мырзеке, әңгіме көбейіп кетті, осыны тыю үшін Кенекеңді алып шығайық та экранға деп. Кененді алып шықтық. Аң-таң болып жүрді. Сонда Бозторғай, Көкшолақ әндерін өз аузымен айтты. Сол кезде Кенекеңнің 80-ге келген кез еді. Сәл аса бастаған. Ешкім кезінде жөн жазбаған өзін,
Келен Әзірбаевты. Сосын менен төрткен екеуміз ақылдастық та, бұл кісіні жазайық, үні қалсын енді тарихта тереңірек деп. Сөйтіп ол кезде опера театрының арт жағында жазатын студия сөйерді екен, сөйерге барып келісіп, келен жаза бастадық. Келекен жаза бастадық, бір күні түнгі 12-ден кейін жазады, 2-ге дейін сағат. Соны екінші күні отырғанда, стоп деп ар жағынан дыбыс режиссер айқай салған, ойбай, тағы не болып қалды құдай деп, Кенекен шошып кетті. Сол сұрайық қазір не болғанды, бір артық дыбыс шығып жатыр деп сөйдеді. Білмеймін, бұл жақта ештеңе жоқ, ана кісі отырып ән салып жатыр домбырамен. Bir кезде қайтадан отырып тағы шықты. Стоп деп. Ана кісі қатты ренжіп қалды Кенекен. Сосын не болды деп қарасам, Кенекен ән салып отырып, оң аяғымен өкшесіменен полды қағып отыр тепкілеп. Сосын болмағасын Кененің оң аяғын орындықтың аяғына, бір аяғына байлап қойдық. Артынан ренжіп, ал Кенеке айт десе айта беріппін. Ал Кенеке айт десе айта беріппін. Айтқан әнім желдей есіп кете беріпті. Бұл жұртқа керек болады ертең деген адам болмапты. Ал енді менің бүгін 80-нен асқан кезімде кәртүйедей бақыртып отырыстарың мұна мен қорлап депті. Кенеке қатты ренжісе. Сол айдында, сол мен жүргізіп жүрген айдында сөйтіп Жәнібекті тұңғыш рет алып шығып ек. Сосын менің өзім туған інімдей болып кетті Жәнібек. Содан бір күн маған айтты, аға, мен оқуға түссем деп жүрмін деп. Сол кезде Қабылбаев деген бір сыртқы істер министрі, жоқ, ішкі істер министрі болды. Ағамыз. Соған қайтып жолықсам екен деп менен сұрады. Ойбай, мен жөнін білмеймін дедім. Оны мүмкін Қайсағалардан білейік деп. Соң Қайсағамен сөйлесіп айтпен, ойбай, ол біздің семейден мен өзім жолықтырайын деп жолықтырды. Сонан кейін Жәнібектің жолы ашылды. Сол өзі айтқандай мен оқуға түскім келеді деді. Мен сол кезде емтихан алып жүрем, оқуға түсетіндерден. Сөйтіп емтихан алып, мен оны өзінің айтуы бойынша, сұрау бойынша сол Казгудың журналистика факультетіне сырттай оқуға түсірдім. Мінекей қазақтың бір бұлбұлы бергі замандағы сұмдық көмей бүлкілдеген шешен еді, сондай шешен, сондай азаматын мен осындай бір қатынасым болып өтті сонымен. Кейін оқыс қайтыс болғанда бәріміздің сай-сүйегіміз сырқырады. Енді ана құрсақ аман болса талай жақсылар, талай әншілер туар, бірақ Жәнібек қайталанбайтын тұлға еді. Сөйтіп сол университет бітіретін болдым. Бітіретін жылы көктемде Жазушылар одағының пленумы болатын болды. Ол пленумде драматургияға арналды пленум. Сосын мен жетекші Мәскен апаймен әңгімелесіп жүрем ғой, жазған тақырыбымда айтамын. Сосын Мәскен апай айтты, осы не пленумда сөйлесең қайтеді деп. Ойбай, Мәскен апай мен енді білмеймін, жүрексінбедім өзім. Сосын сөйлеген дұрыс болады. Сен қазір білесің, драматургияның заңдылықтарын білесің деп. Сосын жарайды деп, пленум Жазушылар одағына барып, Мәскен апай ертіп барды өзі. Сөйтіп, сол Жазушылар одағына сөйлейтін адамдардың тізіміне кіргізді ғой мені. Жүрегім дүрсілдеп жаспын. Сол сөзге дайындалдым. Сол пленум өтетін күн келіп, бір көктем деді. 1960 жылы көктемде. Сол жерде келіп отырдым, залда отырдым. Төрде жаңағы Мұхтар Әуезов ағамыз. Қасында ол кезде әйтеуір бір ұлттық республикаларда бір жиын болса, бір әйтеуір тыңдаушысын қойып қоятын Мәскеу. Москвадан Афанасий Салынский дейтін драматург келіп отыр екен. Оның сол жылдары оптимистический трагедия дейтін ғажап
пьесасы, трагедиясы бүкіл Совет одағында қойылып, даңқасып жүрген кез еді. Бір кезде сөздің кезегі маған берілді. Маған берілді, сонымен тәуекел деп шықтым. Мен сөйлеп отырып байқадым. Бұған ана кісімен сөйлесіп отыр. Мен ойладым, менің сөзімді аударып отыр екен деп. Мен сөйлегенде бұлар драматургияның заңдылықтары туралы, сосын қазіргі қазақ драматургиясының тарихы, табысы туралы біраз әңгімеледім. Да сосын сол жылдары Ғабит Мүсірепов ағамыздың біреу істейді оны «Известия» газетінің корреспондентімен бірігіп жазған бір пьесасы қойылып жүрді осы драма театрында. Оның аты «Сен қайтер едің». Түкке тұрмайтын пьеса. Қалай біз жастар ыза болатынбыз. Ғабит аға қалай мынаған қол қойып, мынаған автор болуға, қосалқы автор болуға келіскен деп. Драматургияның заңдылықтарын білемін, соған салып, баяғы аузымыз күймеген, ешкімге жалтақтамаған кезіміз, сонан сынадым жаңа пьесаны. Мұқан аударып отырмын Салуинскийге. Мен сөйлеп жатырмын бір кезде, алдымда атқан кісілер ылғи марғасқалар, ішінен Серке Қожамқұлов ағаның дауысы шықты. Мынау әлі табанына шоқ баспаған бала ғой деп. Мен ана қатты батыл айтқанымды, сол жайында айтқаны ғой. Сосын сөз бітті, жоқ біткен жоқ. Бір кезде пленум жүріп жатыр. Соны ортан берілді ме, ырғалып деді ғой осы. Серет сондай сыпайы адам еді Ғабит Мүсірепов аға. Керіліп, созылып, жазушылар одағының ақты залының, үлкен залының артқы есігінен керіліп, сол Ғабит аға кіріп келе жатыр. Жүрегім өте қалды. Ойбай, енді қалай қылам деп. Бірақ сөзім тоқтатпадым. Ана қыз жайлап жүріп, жұрттың бәрі көйлдеп қалды. Мынау енді не істер екен, мына бала не дер екен дегенде. Сосын өзім тоқтаттым да Ғабит аға дедім. Сіз қазаққа Қозы Көрпеш, Баян Сұлу, Ақан Сері дейтін классикалық трагедиялар берген адамсыз. Қазір мына қазақ жастары сіздің мына біреуіспен бірігіп жазған «Сен қайтер едің» деген пьесаңыз талқылап жатыр. Қызғаныштан өлер жаздап жүрміз бәріміз. Қалай мына осындай нәрсені жазды. Бір очеркке татылмайтын бір тақырып, бір қойшы адасып кетеді боран болып. Түкке тұрмайтын нәрсе. Аға, осыған біздің үлкен бір неміз бар, ренішіміз бар сізге деп. Ол кісі ештеңе деген жоқ, сөйлеген де жоқ. Өзімді кішкене жеңілдетіп алдым. Сөйткенше үзіліс болды. Үзіліс болғаннан кейін, ана фойеде шықсам, гу әңгіме, мен туралы әңгімені айтып отыр жазушылар. Сосын қарасам ішінде Ахмет Жұбанов аға тұр екен, композитор. Осыны бір көз көрмеуші еді ғой. Мырзатай шырақ бергел деді. Келдім. Сен бұлай жақсы сөйледің, бірақ сен армияда болмағансың ау деді. Жоқ, болғам жоқ аға. Болмасаң армияда пулемет деген қару болады. Миномет деген қару болады. Миномет таудың ар жағында жатып, бер жағына атады. Оны жау көрмейді, қайдан атып отқан. Пулемет деген көзбе-көз атады, оны көреді. Жау көріп қояды. Сен бүгін пулемет болдың. Мейлінше мүмкін болса, сен түбінде миномет болды. Сөйтіп тұрғанда Бек Тоғысбаев деген жазушы бар еді. Ар жағынан келатыр екен мені іздеп. Мырзатай, ана жазушылар одағы менің төрағасының кабинетінде Мұқан сені шақырып жатыр деді, әуезім. Барсам Афанасий Салуинскийге. Вот, пожалуйста, он в этом году заканчивает университет, я им преподаю. Очень талантливый молодой человек. Сегодня очень объективно он выступил деп, орысша ана кісіге айтып берді. Сосын маған айтты, шырағым, жақсы сөйледің. Жастар осындай батыл болуға керек.
әділ болуға керек деп мені бірталай жерге апарып тастады. Осы сен биыл бітіресің ғой деді. Иә аға биыл бітірем. Қайда барайын деп жатсың деп. Біз мына бүкіл оқыған өзіміздің курс болып, қазір комсомол ұран салып жатыр ғой, Теміртауға шақырып жатса, Теміртауға барамыз деп жатырмыз деп, ана шошып кетті. Не қылған Теміртау? Ол темірді балқытатын жер емес пе? А сендер әдебиетші емессіңдер ме? Осы кейде мына біздің жастар түсінбейді, өзінің алған білімін суға құйған, құмға құйған су сияқты кетіп қалады, халыққа пайдасы жоқ. Сен өзің мамандығыңмен жұмыс істе деп. Сөйтті де ана Жазушылар одағының қабылдау бөлмесінде хатшы қызды шақырып алды да, мені университеттің ректоры Дарханбаевпен қосшы деген ғой. Құдай жарылған Дарханбаев орнынан табылып, мұқан сөйлесті. Мен естіп отырмын сөзін. Темірбай болсыншы, мен мұнда Қазақстан Жазушылар одағының драматургияға арналған пленум өтіп жатыр. Мен сол пленумда отырмын. Қазір үзіліске шықтық. Осында Жолдасбеков деген біздің биыл бітіреді. Осындай студентіміз керемет сөйледі. Өте жақсы сөйледі. Әділ сөйледі. Біліп сөйледі. Ал енді осындай азаматтарға неғып орын табылмайды университетте? Кафедраға қалдыру мүмкіндігі бар ма деген. Ана кісі жоқ деп айта алмадым. Дауысын естіп тұрмын. Жарайды, Мұхтар Омарханович, қарастырамыз деп. Саған қашан келсін? Ертең дейді ана кісі сасқаннан. Ертең нешеде келсін? Сағат 10-да. Ертеңіне сағат 10-да бардым сөйерге. Барсам, ол кісі академик, белгілі ғалым Дарханбаев дейтін кісі. Биолог. Сөйтсем, тапсырма берген ғой, шарқ ұрып, бос вакансия таппай жатыр екен. Сосын айтты, Шырам Мырзатай, Мұқан кеше телефон соқты маған, сен өте жақсы сөйлептің пленумда, өте дұрыс болған екен. Ал енді мен саған толық единица таппай жатырмын. Мен басқа бір факультеттен бір единица алдым, оның өзі жарты ставка. Сен жарты ставкада бір жарты жылда істей тұрасың ба деп. Істеймін аға. Мен үйленген кезім онда, семьям бар. Мәрия екеуміз жаңадан басқасқанбыз. 5 жыл бірге оқыдық, жарықтық. Сөйтіп келістім. Сөйтіп жарықтық. Мұхтар ағаның арқасында, әруағынан айлалай. Бер жағында Мәскен апам тұр. Ғайса аға тұр, Сармузин. Сол кісілердің үйінде мен талай көрген. Солардың арқасында мен ойда жоқта Теміртауға кетем деп тұрған адам. Сөйтіп университеттің мұғалім болып қалдым. Содан бері Құдайға тәуба, талай жыл сабақ бердік. Тумасақ та Алматыда өстік, жетілдік, білім алдық. Отбасын құрадық, балалы шағалы болдық. Алматы ешқашан менің кеудемден, көкірегімнен шықпайтын қала. Осы күні отырып алып, менің асылдарым дейтін кітабым бар. Осы айтқан әңгіменің бәрі сол асылдарым деген кітабымда жазылған. Ол қазақтан шыққан асылдар туралы. Өзім тәлім алған, көзін көрген, тәрбиесін көрген, сондай ағаларым кейінгі, бізден кейінгі жалдап шыққан жас інілерім туралы кітап. Өзіммен қатар өкшелес інім Әбіш туралы жазылған кітап. Ризамын. Кейінгі жастарға біздің де міне енді қазір 80-нен өтіп 90-да алқындап қалдық. Жастарға ең кемінде біздің ғұмырымызды берсін, жасымызды берсін. Көргендері жақсылық болсын деп тілеймін.